Сәлем достар, сіздермен мен Нұрсұлтан, Казак Дрим каналы. Сіздер бүгінгі видеода 4 жылда бір-ақ рет өткізілетін әлем чемпионаты туралы білетін боласыздар. Ең соңғы әлем чемпионаты өзіміздің көрші мемлекет Ресей Федерациясында өткізілген болатын. Содан кейінгі чемпионатты қай мемлекет өткізу құқығын алды деп ойлайсыздар? Ол әрине араб елдеріндегі Катар мемлекеті. Катар мемлекеті туралы қысқаша ақпарат беріп өтейін. Катар мемлекеті 1971 жылы 3 қыркүйекте Ұлыбритания одағынан босап шығып, өзінің тәуелсіздігін алған мемлекеттер қатарында. Қазіргі таңда әлемдегі ең бай мемлекет осы Катар мемлекеті болып табылады. Қазіргі таңдағы Катар мемлекетінің астанасы Доха қаласы. Катар мемлекетінің жер көлемін айтатын болсақ, 11586 км квадратқа тең. Әлемде Катар мемлекеті жер көлемі жөнінен 158-ші орынға ие. Қазіргі таңда Катар мемлекетінде 2.638.657-ге жуық адам тұрады. Әлемде Катар мемлекеті соңғы санақтар бойынша 141-ші орында тұр. Катар мемлекеті газ қоры бойынша әлемде 3-ші орында тұр, ал газды сыртқа экспорттау бойынша әлемде өзінің 6-ші орынға ие болып табылады. Катар 2022 FIFA-ның 22-ші футболдан әлем чемпионаты финалдық кезеңі 2022 жыл Катарда өтетін болды. Қазіргі таңда бұл 2002 жылдан бері Азияда өтейін деп жатқан, сондай-ақ таяу шығыстағы және араб елдерінде және жалпы мұсылман әлемде тұңғыш рет өтейін деп жатқан алғашқы футбол болмақ. Қазіргі таңда бұл әлем чемпионатына Катар мемлекетіне 32 құрама қатыспақ, соның ішінде өзіміздің еліміз Қазақстан Республикасы да бар. Сіздер 2022 жылғы әлем чемпионатына қай ұлттық құрамаға жанкүйер болатыныңызды комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Катардағы 2022 жылғы әлем чемпионаты өтуі туралы 2010 жылдың 2 желтоқсанда Швейцарияның Цюрихте қаласында айтылған болатын. Катар мемлекетінің ұлттық құрамы осал деуге келмес, сол себептен өз жерінде чемпион болуы мүмкін. Мұндайды тек қана Уругвай және де Италия мемлекеттері қайталаған болатын. 2022 жылғы әлем чемпионатын өткізетін Катар мемлекеті қазіргі таңда өзінің 5 қаласында жаңадан 8 стадион соғып жатыр. Катар мемлекетінің табиғатына келетін болсақ, көбісі шөлейтті аудандар болып келеді. Мұндағы жауын-шашын жылына 100 мм-ді құрайды. Қазіргі таңда бұл мемлекеттегі температура қаңтар айында 16 градус және де шілде айларында 32 градусты құрамақ. Осындай климатты жеңу үшін Катар мемлекеті 28 градустан асырмайтын салқындату жүйесін барлық стадиондарға қойылатындығы туралы айтқан болатын. Катар мемлекеті 2013 жылдан бастап өзінің стадиондарының құрылысын бастаған болатын. Тіпті қазіргі таңда 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін олардың 4 стадионы дайын болды. Солардың бірі Education City, Аль-Райян, Аль-Байт және де Халифа International стадионы. Тіпті осы 4 стадионның аяқталғаннан кейін FIFA-ның 9-шы президенті Джанни Инфантиноның өзі осы құрылысшыларды мадақтаған болатын. Қысқаша жарнама, менің арнамдағы осыған дейінгі шыққан видеолардың барлықтан қарап шығуларыңыз сұралады, себебі осы уақытқа дейін жасаған видеоларымыз сіздерге міндетті түрде ұнауы тиіс. Қазіргі таңда Катар мемлекетіндегі барлық стадиондар 2021 жылға дейін аяқталуы тиіс. Қазіргі таңда Катар мемлекетіндегі ең ірі стадионы бұл Лусайл стадионы. Бұл ұлттық стадион болып есептеледі. Қазіргі таңда мұнда 86 мыңға жуық адам сияды. Келесі кезекте Доха қаласында орналасқан Халифа International стадион, яғни халықаралық стадионы. Мұнда 50 мыңға жуық адам сияды. Келесі кезектегі стадион Аль-Байт, Аль-Хар қаласында орналасқан. Бұл стадион бір мезетте өзіне 60 мыңға жуық көрерменді сыйдыра алады. Және де 2 полуфинал осы стадионда өтетін болып шешілді. Келесі кезектегі стадиондардың бірі Ар-Райян. Ар-Райян қаласында орналасқан. Мұнда 40 мыңға жуық адам сыйып кетеді. Одан кейінгі стадиондардың бірі Аль-Джануб, Аль-Вахра қаласында орналасқан. Мұнда да бір мезетте 40 мыңға жуық адам сыйып кетеді. Және де алдыңғы видеоларда айтқандай Education City, яғни білім қаласы стадионы. Бұл да Доха қаласында орналасқан. Мұнда бір мезетте 40 мыңға жуық адам сыйып кетеді. Келесі кезектегі стадиондарда осы Катар мемлекетінің астанасында орналасқан. Олар Эль-Тумама және де Рас Абу Абуд стадиондары. Бұл екі стадион бір мезетте өзінің құрамына 40 мыңға жуық адамды сыйдыра алады. Осылайша сіздер қысқаша видеода Катар мемлекеті туралы және де әлем чемпионаты және Катар мемлекетінің стадиондары туралы мәліметтерді білдіңіздер деп ойлаймын. Және де қызықты мәлімет қоса кетейін, 2026 жылғы өтейін деп жатқан әлем чемпионаты Солтүстік Америка материгінде болмақ. Бұған Канада, Америка құрама штаттары және сонымен қатар Мексика мемлекеттері қатысатын болады. Бұл үш мемлекетте 16 қаласында 16 стадион дайындалып жатыр. Және сонымен қатар ұлттық құрамалардың саны 48-ге өскен. Ең басты ерекшелік бұл әлем чемпионаты жазда емес, қыста өтетін болады.
Осылайша видео өз соңына жетті. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса маған жай ғана лайк басып, комментарияларыңызбен бөлісіп, арнамызға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Нұрсұлтан, Казак Дрим каналы. Қош, сау болыңыздар.